Сәлеметсіздер ме, көрермендер, сіздермен Құралай Леспай, ал бүгінгі сыр сұхбат бағдарламасының қонағы Тілектес Аманқосқызының әріптесі, ардагер ұстаз Әліпбаева Бибінұр Саттарқызы. Бибінұр Саттарқызы, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Аман есенсіз бе? Қош көрдік. Аман есенбіз. Қош келдіңіз. Тағы да енді Бибінұр Саттарқызы осы Тілектес Аманқосқызының замандасы ретінде, әріптесі ретінде колледж ашылу туралы сіздің ойыңызды білгіміз келеді. Жақсы. Енді бұл Жаңаөзен политехникалық колледжінің жұмысы туралы жалпы бір 20 жылдық тарихына тоқталатын болсақ, барлық осындай бір үлкен шаруа бұл Тілектес Аманқосовнаның ойында көп жылдан бері маза бермей жүрген үлкен бір мақсаты, үлкен алдына қойған үлкен бір жұмысы, бұл сол политехникалық колледжін ашу болған еді. Біздер Тілектес Аманқосовнамен көп жылдар бірге осы білім саласында еңбек етіп келе жатырмыз. Тілектеспіз бір-бірімізге, замандаспыз. Осы кәсіптік техникалық білім беру саласында Тілектес Аманқосқызының еңбегі өте зор деп білемін. Себебі Мұнай-газ колледжінен кейін Тілектес 2006 жылы болу керек. Сол бөлек кетіп, өз алдына осы колледж ашып, әрине алғашқы жылы оңай болған жоқ. Бір шағын ғана бірнеше бөлмеде бастады еңбек жолдарын, бұл педагогикалық ұжым. Содан кейін осы мына Рахат 2-ге келіп, жер орын алып, құрылысын бастап кетті. Сол кезде мен сол Жаңаөзен мұнай-газ колледжіне сол жылдары директор болып тағайындалғанмын. Екеуміз осы жылдан бастап жиі үлкен жиналыстарда, форумдарда жиі кездесетін болдық. Сол бір күні сол 2007 жыл болу керек. Тілектес Аманқосовна, сенің неңді көрейік, жұмыс орныңды, құрылысыңды, қандай деңгейде жүріп жатыр. Ол кезде біз үшін бір Рахат 2 бір алыс жер деп көрінетін. Содан жақсы саттарымны көрсетейін, өзім келім алып кетейін деп колледжге келіп, мені осы колледжге алып келді. Сонда оның тек қана бірінші қабаты бітіп тұр екен. Содан жаңағының көлемін көріп, мен қатты таңғалдым. Қарағым-ау, сен қорықпайсың ба? Мынау үлкен құрылысты бастап кетіпсің ғой. Бұл неше қабат болады дегенде, сол 2 қабат болады деді ау деймін. Сол 2-ші қабатқа қандай кабинеттер болады деп сұрадым ғой, қандай мамандықтарды ашасың деп. Сол енді оны қазір ойластырып жатырмыз. Енді сіздің көмегіңіз керек, Саттарымна, деді. Әрине, мен көмегімді аямаймын, әр уақытта да білгенімді, жиған тергенімді беруге даярмын деп екеуміз келіскенбіз. Сол 1-ші қабаттан 2-ші қабатқа біздер әлі құрылысы енді жүріп жатырған құрылысқа біздер бір көшеде тұрған бір қарапайым баспалдақпен мініп, мына жерде автоматика болады, мына жерде жаңағы мұнай саласының мамандықтары болады, мына жерде тігін болады деп үлкен бір ынтаменен, үлкен бір құлшыныспенен түсіндіріп айтқан. Сонда мен жаңа таңғалып қарағанмын Тілектес Аманқосовнаға. Мына кім қорықпайды екен, бұл құрылысты жасау кез келген ер азаматтың қолынан келе бермейді. Бұл енді өзі кішкентай ғана нәзік жан, соны сол үлкен батырлықпенен, батылдықпенен бастап кетті, соны аяқтады. Содан кейін біздер жаңағы басшылар ретінде білім басқармасында жиі кездесеміз ғой енді. Директорлердің кеңесі болады, сол жерлерде кездесіп тұрамыз. Сол әр уақытта да өзінің жаңағы пікірін, ойын батыл айтатын, кез келген проблеманың шешу жолдарын айтатын басшылардың бірі. Қазірде енді бірегей болды ғой. Себебі бастапқы кезде ойлайтынмын, мен бұл қыздың бойында сонша қасиет, сонша батылдық, сонша білім қайдан келді деп. Әрине енді табиғаттан да, өзінің жаңағы мінезінен де бәрінен бар ғой.
Бұлар бастапқы кезде бұл колледж мұнай саласынан көп болды нелері, мамандықтары. Біраз мамандықтары болды. Енді ол кезде Жаңаөзен мұнай-газ колледжі жаңағы мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша, мұнай химиялық өндіріс технологиясы мамандықтары бойынша республика көлемінде оқу әдістемелік бірлестік болып саналатын. Яғни ол жердің мұғалімдері, жаңа арнайы пән мұғалімдері сол сала бойынша, сол мамандықтар бойынша білім беру стандарттарын, білім беру бағдарламаларын барлығын өздері жасайтын. Содан кейін сол Жаңаөзендегі орналасқан оқу орнынан бүкіл республика бойынша біздерден сол бағдарламаларды сатып алады. Содан мен сол Тілектес Аманқосовнаға көмектесіңдер деп жаңағы біздің әдістемелік бөлімге айтып, бағдарламаларын беріңдер, оқу жоспарларын беріңдер деп, жаңағы керек кезінде кітаптарында беріп тұрыңдар деген осындай біраз неміз болды, байланыстарымыз. Жүріп кетсін, алға басып кетсін, жаңағы өз алдында бір үлкен оқу орны болып, жаңағы негізінде білім саласы болсын, ол өндіріс саласы болсын, бәсекелестік керек. Бәсекелестік бар жерде, ол әр уақытта да сапа болады. Біреуінен артық боламын, озып өтемін, жаңа қалайда барлық жақсы идеяларды оқу процесіне, тәрбие процесіне енгіземін деп, бірімізден көрген бір жақсы дүниелерді соның бір-бірімізден көретінбіз. Сол бір жобаменен бір 10 шақты жылдан кейін осы колледжге осы қала басшылары, облыс басшылары келді. Сол кезде енді құрылысы түгелдей бітіп, материалдық техникалық базасы толықтай жабдықталып, сол кездегі өте қажет аппараттық қондырғылар әкелініп осы жерге, әсіресе мына автомобиль жолдары бойынша сол кезде бір 10 жылдығында болу керек сол. Сол кезде жан жақтан келген басшылар, өндіріс басшылары, облыс басшылары, қала басшылары, сол колледж басшылары, ол кезде 24 колледж болатын облыс бойынша. Сол барлығы осы жерде жиналып, материалдық техникалық базасымен танысып, оқу процесін байқап, тәрбие процесін көріп, барлығына біз үлкен бір құлшыныспенен, үлкен таңғалыспенен қарағанбыз. Себебі ол ешқандай үкімет көмектесіп жатырған жоқ. Білім басқармасы оған жаңа материалдық техникалық базасын нығайтуға қаражат бөліп жатырған жоқ. Соның барлығын материалдық техникалық базасына өз деңгейіне 10 жылда жеткізу мен үшін ол үлкен жетістік, үлкен батылдық, үлкен шеберлік басшы ретінде. Мен Тілектес Аманқосовнаны маман ретінде, ол кісі автоматика саласының шебер маманы ғой. Басшы ретінде де қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Әр уақытта да бір үлгі ретінде басқаларына, жастарға айтып, отбасында да үлгі жар, үлгілі ардақты ана, енесін сонша жыл бақты біздің Тілектес Аманқосовна. Соның барлығы біздің қазақ қызына тән сондай керемет қасиеттер Тілектес Аманқосовнаның бойында табылады. Ең негізгісі Жаңаөзен қаласының тұрғындарына, соның ішінде мына Рахат шағын ауданына бұл таптырмас оқу орны болып табылады. Себебі қалада неше оқу орны бар? 3 оқу орны бар ғой. Иә, 2, 3 жоқ, 4 оқу орны бар. Ол кезде енді болды ғой, Лингуа колледжі болды ғой. Лингуада да болды, иә. Сол жаңағы жеке меншік оқу орындарының ішінде сол мықты колледждердің бірі ретінде өзін дәлелдеп, сол мына еңбек нарығына үлкен қадамменен кірген, дәлелдеген оқу орындарының бірі. Ең негізгісі осы халыққа берер пайдасы мол. Себебі қазір Рахат шағын ауданы, ол Рахат 1 бар, 2, 3, 4-ке дейін кетіп жатыр ғой.
соның көптеген мектеп бітірген, 9 бітірген түлектер жақын жерден өздеріне оқу орнын тауып, алысқа кете алмайтын жағдайы жоқ ата-аналар мысал үшін. Соларға үлкен мүмкіндік туды. Тіпті елді мекендерден де келіп оқыды ғой студенттер. Елді мекендерден сірә келеді ғой енді. Ал енді сол барлығының қалаға барып қатынау о кездері өте оңай болған жоқ. Біздердің өзіміз осы жаққа келуге қиналып, алыс қой деген сөз айтатынбыз. Қазір ол алыс емес, бұдан да алыс. Қазір енді орталыққа айналды ғой. Орталыққа айналып кетті, өз алдында бір үлкен мекемеге айналды. Сондықтан мен бұл ұжымға үлкен сенім артамын. Соның ішінде енді басшысы Тілектес Аманқосовнаға үлкен табыстар тілеймін. Ең негізгісі дені сау болып, отбасының амандығын тілеймін. Ол кісі тек қана колледж басшысы емес, жалпы қоғам белсендісі, не деген ұйымдарда, қоғамдық ұйымдарда үлкен белсенділік танытып, араласып, қандай да бір проблема болатын болса, балаға тиісті, тәрбиеге тиісті, оқуға тиісті проблемалар болатын болса, солардың басқасында отбасылық жаңағы жағдайлар, соның барлығында біздер сол Тілектес Аманқосовнаны көріп риза болып жатамыз. Бұл кісі соның барлығына қалай жетістіп отыр. Соған енді үлкен бір мейірім, жүректің кеңдігі, біліктің тереңдігі, осының барлығы әрине қуантады. Бұндай адам қоғамға керек. Әсіресе білім беру саласына, тәрбие беру саласына осындай шаршамай, тынбай еңбек ететін, өзімен бірге бүкіл ұжымды қозғайтын, қала берді қоғамға қосары бар, айтар пікірі бар. Кез келген жаңағы туындаған проблемаларды шешуге ұмтылатын жандардың бірі қазіргі таңда. Сондықтан үлкен құрметке ие адамдардың бірі. Дұрыс айтасыз. Енді осы өзінің бір бойына бар батылдықты, жігерді жиып алған Тілектес Аманқосқызының осы колледж ашудағы жоспары, мақсаты қандай ол деп ойлайсыз? Енді мақсат ол әр уақытта да негізінен білім саласында жекеменшік оқу орнын ашу, ол ең бірінші оған табыс табу емес. Ол қалайда өзінің жақсы көрген мамандығын өз еркіменен, өзінің идеясы арқылы, өзінің жоспары бойынша, мысалы үшін басқа мекемеде жасалмаған, басқа оқу орнында істей алмаған істерін, жоспарын, ойын өзінің жекеменшік оқу орнында жалпы білім заңына сай жүзеге асыру деп білемін мен. Жүзеге асыру. Соны қалайда әрине ол жоспарсыз, мақсатсыз, армансыз адам бұндай мекемені аша алмайды. Соның ішінде білім беру саласында. Себебі ол ойыншық емес. Кез келген білім беру саласында осындай кәсіпті ашамын деген адам, ол бірінші білім берудің, тәрбие берудің сапасын арттыруды ойлайды. Содан кейін барып табыс табу, мысал үшін. Сонда ғана ол сыйлы болады, сонда ғана ол жетістікке жетеді, сонда ғана сенің мекемең өсіп, өнеді, жетіледі, оның даңқы шыға береді. Тілектес Аманқосқызының мақсаты орындалып, арманы әп-сәтте ақиқатқа айналды ғой енді. Ол бастапқы кезде әрине оңай болған жоқ. Оған біздер бәріміз куәміз, қаншалықты қиындықтан өтті Тілектес Аманқосовна, қанша бұл колледж жабылып қалады деген қанша әңгіме болды. Ол кез келген жекеменшік оқу орнын айтады, бастапқы кезде өте қиын болады. Бірақ енді сол қиындықтарға мойымай, шыдап бағып, сол қалайда керек нәрселердің бәрін стандартқа сай, талапқа сай жетілдіру, ол адамның мінезіне байланысты. Бойындағы қасиетіне байланысты, табандылығына байланысты. Дұрыс айтасыз. Енді Бибінұр Саттарқызы,
осы 20 жыл бұрынғы Жаңаөзен политехникалық колледжі қандай болды, ал қазір 20 жылдан соң қандай деп ойлайсыз? Айырмашылығын бір? Иә, айырмашылығы аспан мен жердей. Себебі бастапқы кезде бұл шағын ғана 1-2 бөлмеде отырды бұлар. Бір жерден көшіп екінші жерге барды. Сонда да сол халықтың жалпы танитын тілектес Аманқосынан адамдардың осыдан колледж бола ма деген әңгімелер айтылды. Екі корпуста қатына оқыдық қой? Иә, сондай болды. Ал енді қазіргі таңда 20 жыл өткеннен кейін үлкен зәулім сарай салынды. Кәдімгі талапқа сай, стандартқа сай, оның материалдық техникалық базасы толықтай қамтылды. Әрине ол толықтай қамту деген оңай дүние емес, себебі технология, әдістер, жалпы барлық нелер орында тұрмайды, жылда бір нәрсе шығып жатады, түрлі технологиялар, түрлі әдістер, тәсілдер, жылда жаңалықты талап етеді заман деген. Оның үстіне біздің заманымыз бір зулап жатқан заман ғой. Сондықтан бұлар сол көштен қалмай, ілгері басып, алда жүріп келе жатырған оқу орындарының бірі. Бұл сыртынан қарасаң да, ішіне кіріп қарасаң да, кәдімгі керемет оқу орындарының бірі. Біздер жаңағы директор ретінде талай бірге республикалық оқу орындарын аралағанбыз. Сонда барғанда директор болғаннан кейін ең бірінші материалдық техникалық базасына қарайсың. Бұлардың жаңағы жабдықтары қандай, әрбір мамандыққа тиісті құрылғылар, қондырғылар, аппараттар барлығы бар ма, талапқа сай ма, лабораториялары бар ма, лабораториясы жоқ мамандық, ол бос тұрған мамандық. Құр сөзбен оқытылып жатырған мамандық болады. Сондықтан соның барлығын салыстырмалы түрде айтқанда, сонда екеуміз жүріп қарайтынбыз. Маманаларда автоматиканы ашыпты, бірақ ешқандай автоматизацияға тиісті құрылғылар жоқ. Сонда бұлар не, ауызша ғана оқыта ма? Қалай оқытып отыр бұлар деген. Сол сұрақтарын қойып, сол көрген жақсылығымызды, жақсы құрылғыларды, жақсы дүниелерді келіп, сол колледжде орнатуға тырысатын тілектес Аманқосовна. Менде осылар жоқ еді, енді мен осы құрылғыны алуым керек. Менің маманым әлі жетілмеген еді, соны мен жетілдіруім керек. Негізінде кез келген проблеманы оқу процесінде сапаны да тәрбиені де беретін кадр ғой. Кәдімгі жан жақты білім алған, заманына сай білім алған кадр болған жағдайда ғана сен балаға дұрыс білім бере аласың. Сол бірінші кадр мәселесін шешіп алғаннан кейін материалдық техникалық базасы өз деңгейінде болу керек. Сосын дұрыс талап қойылатын, жаңағы стандартқа сай оқу процесі, осылай кез келген оқу орны үлкен талаптың арқасында, білім менен біліктің арқасында өзінің қойған мақсатына жетеді. Қазіргі таңда политехникалық колледжі Жаңаөзеннің өз мақсатына жетіп отырған, үлкен даму үстінде тұрған оқу орындарының бірі деп есептеймін. Бәрекелді, көп рахмет. Енді әңгімеңізден сіздің тек қана әріптес емес, жанына шын жалау болған, жанашы жан болғаныңызды ұқтым. Осы тілектес Аманқос қызымен араңыздағы жып-жылы қарым-қатынасыңыз жалғасын таба берсін. Уақытыңызды бөліп, бізге келіп, сұхбат беріп, тілдескеніңізге рахметімізді айтамыз. Аман болыңыз. Енді осы политехникалық колледжінің 20 жылдық мерекесі аясында ұстаздарға, студенттерге айтар ақ тілегіңіз болса, мархабат. Әрине, құрметті әріптестер, студенттер, келе жатырған 20 жылдық мерекеңіз құтты болсын. Біздер осы оқу орнының ашылуын, тарихын көрген адамдар, куә болған адамдардың біріміз, ардагер ұстазбын. Сіздерге әрқайсыңызға осы даму процесін тоқтатпағаныңызды қалаймын. Ұстаздарға үлкен табыстар, білім беріп отырған студенттеріңіз өздерінің аңсаған армандарына жетсін, жақсы білім алып шықсын,
еңбек нарығына дұрыс мықты маман ретінде қосылсын, колледжді бітіргеннен кейін жоғары оқу орындарына түсіп білімдерін жетілдіре берсін, біздің еліміздің өсіп өркендеуіне үлестеріңізді қоса беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.